Ассаламу алейкум ардақты ағайын. Бүгінгі үйренетініміз ұялы телефондарымыздан фото, видео файлдарды компьютерге жүктеп үйренетін боламыз. Ұялы телефондарымыздың USB шнурын компьютерге тығамыз және соткіге жалғаймыз. Соткіге жалғаған кезде USB мен компьютер бетінен осындай соткының осындай парақшасы ашылады. Соткының бетінен разрешить доступ данным на телефоне деген шығады. Разрешить басамыз. Разрешить басқаннан кейін біздің телефонның өзінің памяті болады. Мынау өзінің памяті, мынау флеш памяті, флешкасы. Содан біздер қазір телефонның памятіне кіретін болсақ, біздің телефонның памятіміз толып қалды. WhatsApp-тан келген нәрселерді жүктей алмаймыз. Сондықтан біздер телефонның өзінің памятіне кіреміз. WhatsApp папкасын тауып аламыз. Көбінесе осы WhatsApp-қа келген файлдардан сотканың өзінің памяті толып қалады. WhatsApp папкасына кірдік. Медиа папкасына кіреміз. Медиа папкасының ішінде видео файлдар, мынау видео деген видео файлдар келген. Images деген ол фото түрінде келген, картинка түрінде келген файлдар. Ашамыз. Мұнаның бәрі WhatsApp-тан келген файлдар, соның өзі сотканың қарайған памятін алып тұрады. Бәрін бізге керекті, осының ішінен бізге керекті фотоларды белгілеп аламыз. Белгілеп жатқан кезде клавиатурадағы Ctrl сол жақ бұрышта астында Ctrl деген кнопкасы басып тұрамыз, бірнеше фотоны таңдайтын болсақ. Ал егерде бәрі файлды таңдау үшін Ctrl A кнопкасын басамыз. Не, көрдіңіздер ме? Бәрі файл ерекшеленді. Мысалы осы папканы ашамызда Ctrl A-ны басамыз. Барлық фотолар андай көк түске боялды. Керек емес папкаларды Ctrl-ды басып тұрып, үстерінен бір рет басамыз. Содан кейін бұл суреттерді копировать, вырезать деген кнопкалар бар. Копировать етсек, оны көшіреміз. А егерде бұл сотканың өзінен басқа жаққа көшіретін болсақ, сотканың памятін босататын болсақ, вырезать командасын таңдаймыз. Содан кейін компьютерде бір жерде бір папканы создавать етеміз. Оң жағын басып, команда строка шығарамыз, соның ішінен создайтың ішінен папку командасын таңдаймыз. Жаңа папка ашылды. Содан кейін бұл папканың атын қою керек болады. Фото деп қоямыз. Фото папканың ішіне кіреміз. Осының ішінен кез келген бір жерінен барып, оң жақ кнопкасын, мышканың оң жақ кнопкасын басып, батырмасын басып, вставить командасын таңдаймыз.
осылай көшіріледі. Мінекей қарап отырсақ, жаңағы біздің соткамыздегі ұялы телефонымыздағы WhatsApp-тан келген картинкілер, фотолар біздің компьютеріміздегі изображение фото папкасына түсті. Яғни бұл ұялы телефонның біздер памятін босаттық. Және де аз сияқты тағы да документ дегенде енді кілең құжаттар, файлды құжаттар болады. Қайттан WhatsApp-қа кіреміз, медиа, видеодағы файлдарымызды қараймыз. Бұл видеоларды да көшіру керек болады. Яғни тағы да оң жағын басу арқылы командный строка шығарамыз. Одан папку, создать папку. Атын жазамыз. Видео. Папкаға кіреміз. Осы тұрған файлдардың бәрін бүйтіп белгілейміз. Үстіне басамыз. Выразить. Вставить. Көшіріліп болды. Яғни біздің ұялы телефонның памятін босаттық. Сондай тәсілмен мына флешканың де памятін босату болады. Немесе осы ұялы телефонның жадынан, памятінен флешканың памятіне осылай фото, видеоларды копировать етіп, немесе вырезать етіп салымызға болады. Бүгінге сабақ осымен аяқталды. Баршаңызға сау саламат, аман жүріңіздер.